Әлем біз білмейтін түрлі жұмбақ оқиғаларға толы. Ал бүгінгі видеода біз сіздерге камераға түсіп қалған топ 10 ең жұмбақ құбылыстарды ұсынамыз. Сонымен кеттік. Мексикалық жасөспірімдер доппен ойнап, оны видеоға түсіргісі келеді және кенеттен біреу пайда болып, сол жерден тезірек жүгіріп өтеді. Видеодан біз кішкентай баланың жүгіріп өткенін көре аламыз, бірақ сіз ойланып көріңіз, кішкентай бала қалайша тез жүгіріп өте алады? Сонда бұл не болуы мүмкін? Бұл оқиға 2013 жылы Ресейде болған. Видеода сіз бірнеше секунд ішінде жоғалып кетіп, аз уақыттан кейін пайда болатын көлікті көресіз. Көптеген адамдар бұл видеоға өз ойларын білдірді. Олардың айтуынша, видеодағы көлік бар жылдамдықпен жүріп өтті дейді. Бірақ сіз ойланып көріңіз, қалайша аз ғана секунд ішінде бұл көлік қатты жылдамдықпен жүре алады? Қызық. Мына видео енді ақылға қонымсыз. Видеодағы бір жігіт дүкеннің жабық тұрған есігінен кіріп, қайта шыға алады. Әрине бұл 100% монтаж екені көрініп тұр. Достар, бұл видео туралы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. 2015 жылы Қытайдың Синтай қаласында өте таңғаларлық оқиға болды. Видеода белгісіз көлік ауаға біраз уақыт көтеріледі. Бір қызығы, видео шынайы болып шықты. Бірақ нақты не болғанын ешкім түсіндіре алмайды. Және бұл видео бірнеше апта бойы көрсетілген. Ал мына қыз бен ер адам айқайласып жатады. Және ер адам қызға қарсылық таныта бастағаннан кейін қыз оны бар күшімен итеріп жібереді. Жалпы не болып жатқанын қыздың өзі түсінбейді. Және бұл видео рас па, өтірік па білмейміз. Бәлкім қыздың ішіне жын кіріп кеткен болар. 2011 жылы Гонконгта бір қыз сұхбат беріп жатырғанда, оператор қыздың артындағы жігітті соңына дейін түсірді. Жігіттің қолы көгілдір түске жанып, адамдардың назарын өзіне аударды. Тіпті ол жігіт бір жерден екінші жерге телепорт жасай алады екен. Және жігіттің өзі бұндай қабілеті бар екеніне таң қалды. Тағы да телепорт. Бұл оқиға Ресейде болған. Көріп тұрғандарыңыздай, мына сөйлеп тұрған адамның артынан кенеттен велосипед мінген ата шыға келеді. Және біраз уақыттан соң қайта жоғалып кетеді. Достар, өмірде телепорт деген нәрсе жоқ. Бұл видео жай ғана ыңғайлы кадрда түсірілген. Интернетте сіз полтергейстер туралы көптеген бейнелерді көре аласыз. Ал мына қыздың әрекеті бір қарағанда өте қорқынышты көрінеді. Қыз отырған үстел өздігімен бізге қарай жүреді, немесе оны біреу итереді. Бірақ видео авторы камераға түсіріп, оны ешкім итермейтінін айтады. Сонда бұл не болуы мүмкін? Жалпы қорқынышты видео кейбір адамдардың психикасына әсер етуі мүмкін. Бұл видео 2009 жылы түсірілді. Бірақ осы монтажды видео шынымен де қорқынышты көрінеді. Ойланып көріңізші, түнде сіз оянып кеттіңіз және кенеттен жоғарыдан осындай көрініс пайда болды. Қандай сезімде боласыз? Комментарийге жазып кетіңіз. Ал бұл видеода сіз бұлтты көріп отырсыз. Жай ғана бұлт емес, адамға ұқсас тәрізді бұлт. Қалың мұртты ер адамға ұқсайды. Өте керемет құбылыс.
Сонымен достар, видео ұнаған болса өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Айтпақшы, кешегі видеоға 300 просмотр мен 60 лайк жинап беріпсіздер. Әрине сіздерге көп рахмет. Тағы да сондай активность көрсетсеңіздер, біз әрі қарай қызықты видео шығаруға тырысамыз. Және де бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.